Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге біз осы трендке айналып жүрген тары десертін жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен қайнаған ыстық суға өзіңізге керек мөлшерде тарыны бұқтырып қоясыз. Мына тары менде қуырылған тары, иісі аңқып тұрады, шығып тұрады, өте дәмді. Шайға қосқанның өзінде дәмі керемет. Осылай біраз уақытқа, 20 минут, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз ыстық суға қайнаған. Кейіннен бөлек ыдыста осы сүтті қайнатып аламыз. Қатты қайнатып алған соң осы тарыны жуып, жаңағы бұқтырылған жуып, суын төгіп, кейіннен қайтадан сүтпен бірге тағы да бұқтырып қоямыз. Мына жерде кейбір кісілер бірден сүтке бұқтырады, бірақ та тары жұмсақ, тіске батпайтын болу үшін алдымен қайнаған суға бұқтырып алған дұрыс, артынан кейіннен қайнаған сүтке де бұқтырып қоясыз. Кейбір видеоларда көрген болсаңыз, бірден тарыны сүтке бұқтырып жатады, болмаса тарымен бірге сүтпен екеуін бірге қайнатып жатады. Бірақ осылай жасаған, менікіндей жасасаңыз, қуырылған дәндері қаттырақ болады, негізі тарының жібіп, осылай дәмі әдемі болады, жұмсақ болады, тістеріңізге батпайтындай болады. Және де негізі осы десерттің негізінде қаймақ пен сгущенка. Кейбір кезде варенкадан да қосып жатады. Мен сгущенканы қосуды жөн көрдім. Варенкамен меніңше одан да дәмдірек болады. Бірақ үйде сгущенка бар екен, сонымен жасауды жөн көрдім. Тарының толық бұқтырылғанын күтеміз кішкене 20-30 минуттай. Және де қаласаңыз, осы тойымдырақ болу үшін мынандай песочный печенье болса, оны блендердан езіп бірге қосып жіберсеңіз де болады. Өте жақсы болады деп ойлаймын. Осы тарының толық бұқтырылғанын күтіп, кейіннен көз мөлшермен қаймақ пен сгущенканы бірдей деңгейде араластырып күтетін боламыз. Осы бұқтырылған сүтті бөлек алып сүзіп аламыз тарымызды. Осы кейіннен артылған сүттен чайға қосып ішсеңіз, өте дәмді тары шайының дәмі келетін болады. Осыны бөлек алып қоя саламыз. Кейіннен осы тарыны үстіне қаймақ, сгущенканы бірдей консистенцияда араластырып, жақсылап ыдыстарға бөліп салып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қойсаңыз болады. Бұл негізі піскенде дайын болған кезде тұрып, настояция етіп, осы тарыға сіңген кезде дәл мороженыйдың, болмаса тары чизкейгінің кішкене дәмі шығатын болады. Өте дәмді десерт. Кейбір кезде қонақтарға да ұсынып жатады. Енді бұл тарыны жақсы көретін адамға, тарыны жиі алатын адамға десерт на любителя. Барлығына 100% ұнайды деген сөз жоқ. Мысалы, мен өзі рецепті бөліскен кезде андай артық рекламаны ұнатпаймын да. Мысалы, өте дәмді, осыны күніне, аптасына 2-3 рет жасаймын деген сияқты кішкене өтірік нәрселерді қоспай, қалай бар, ашық айтқанды жақсы көремін. Енді менің өзім жеке ойымша десерт на один раз. Болмаса бір рет жеп көруге болатындай, болмаса кейде осы ингредиенттер болса қосып жасай салатын сондай нәрсе. Енді қонаққа ұсынатындай, болмаса күнде жасап жейтіндей, ондай маған әсер қалдырмады. Может быть, сгущенкамен жасаса, басқаша жасаса, может басқа әсер қалдырар еді. На любителя. Қалай, 10-нан 6 деген баға беремін. Және де үйде осындай ірімшік бар. Соны бетіне теркамен өткізіп, осылай сәндеп қойдым. Кейіннен тоңазытқышқа бетін жауып, жақсылап, осыны 3-4 сағатқа дейін қойып қойдым. Мен бұны обед уақытысында жасадым. Кешкі ужинға дейін дайын болды. Кейіннен чаймен ішіп алдық. Негізі мен өзім тары чизкейкті өте қатты жақсы көремін. Сонымен салыстырғанда, мысалы, кейде есіңе түсіп, соны сағынғанда мүмкін жасап жіберуге болатын осы тез способы шығар деп ойлаймын. Жасап көріңіздер, өздеріңіз бағаларыңызды комментарийға беріңіздер.